Саламатсыздар ма оқушылар? Отыра ойындар. Ал жақсы. Бүгін сабақта кім жоқ? Түгел сияқтысыңдар ғой. Түгел. Ал жақсы. Олай болса бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Біз өткен сабақтарда қандай тақырыптарды өттік? Айта ойындар. Қайтымды және қайтымсыз реакциялар. Иә. Катализатор. Жылдамдық туралы, ингибитор. Жақсы. Енді қазір мен үй тапсырмасына сұрақтар дайындап келдім, соған жауап береміз, тест түрінде. Ал бірінші сұраққа жауап береміз. Реакция жылдамдығы дегеніміз не? Қайсысы? Солай деп ойлайсыңдар ма? Асимай? Иә. Қайтымды реакцияның ерекшелігі? Алға және кері бағытта жүреді. Алға және кері бағытта жүреді. Дұрыс. Дұрыс. Катализатор дегеніміз не? Иә. Алихан, Әбілмансұр мен Алихан жақсы жауап беріп тұр. Бірінші жауап берген адамдарға қараймын, шама келгенше қол көтеріп жауап берейік балалар. Келесі сұрақ. Ингибитордың қызметі қандай? Ажар. Баяулатады. Реакцияны баяулату. Иә. Катализатор реакциясы соңында Алиханда бүрпай өзгеріске ұшырамайды. Дұрыс жауап. Қайтымды реакция. Таңдаңыз дейді. Қайсысы мына жерде? Қайтымды реакция. Қайтымсыз реакция деген бұл. Ерболат дұрыс айтып отыр. Біріншісі бұл қайтымсыз реакция, яғни мырыш пен тұз қышқылының реакциясы бұл жерде қайтымсыз реакция болып табылады. Келесі сұрақ. Ингибиторлар қайда жиі қолданылады дейді. Тағамның бұзылуын байлауға. Иә, Мансұр дұрыс жауап берді. Тағамның бұзылуын баяулату үшін. Келесі. Қайтымды реакция бұл жерде. Нұрас дұрыс жауап берді. Яғни аммиак түзілу реакциясы бұл қайтымды процесс болып табылады екен. Жақсы. Үй тапсырмасын қайталап алдық балалар. Бүгінгі күнді жазамыз, кітап дәптерлерімізді ашамыз. Үй тапсырмасы бойынша маған сұрақтарға жауап беріп, белсенді қатысып отырған оқушыларға мындай стикерлер дайындап келген болатын. Біз кәдімгі стикерлер көріп жүрміз күнделікті өмірде. Мынау енді кішкене басқаша. Әбілмансұрда, Ажарда, сосын Нұрас белсенді қатысты. Бағдаулеттің дауысы естілді. Сұрақтарға жауап беріп отыр. Ерболаттың да бір-екі сұраққа жауап бергені бар. Оғанда ұпай беріледі. Бұл ұпай деген сөз. Ұпай жинап атсыңдар, иә, стикерлермен. Бүгін күнді жаздық. Тақтада қандай сурет көріп тұрсыңдар балалар? Иә, бұл жерде қандай процестер жүзеге асырылады екен? Температура өзгерісі байқалады екен, концентрация, қысым, катализатор әсер етеді. Осының барлығы қатысында бұл жерде химиялық тепе-теңдік орнайды екен. Сонда бүгінгі тақырыбымыз біздің химиялық тепе-теңдік. 18-ші параграф. Химиялық тепе-теңдіктің ығысу жағдайлары. Бүгінгі тақырып жазамыз.
Оқу мақсаты химиялық тепе-теңдік күйіне және химиялық реакция жылдамдығына жағдайлар өзгерісінің әсерін түсіну және ажырату. Екінші мақсат бұл жерде химиялық тепе-теңдікті бөлшектердің кинетикалық теориясы тұрғысынан түсіндіру. Бүгінгі оқу мақсатымыз. Балалар, мен қазір сендерді топқа бөлуім керек. Бірінші топ Саят, Бағдаулет, Ажар, Әбілмансұр дейді. Бірінші топ. Екінші топқа Нұрлыбек, Кәрім Мансұр, Мансұр, Әлихан келеді. Үшінші топқа Әсемай, Нұрас, Ерболат, Ерболат келеді. Тез-тез орындарымызды ауыстыра қойып. Ал қазір бірінші топ химиялық тепе-теңдікке концентрацияның әсері. Концентрация өзгерісінің әсері деген бөлімді оқып шығып, сол бойынша қысқаша кластер құрастырасыңдар ма, суретпен қорғайсыңдар ма, қорғайтын жұмыс жасаймыз. Екінші, қысым өзгерісінің әсері. Сіздер қысымды қорғайсыңдар. Тепе-теңдікке қысым қалай әсер етеді? Үшінші топ сіздер температура өзгерісінің әсері. Сурет салсаңдар да болады, жазсаңдар да болады, кластер құрастырсаңдар да болады. Ал кеттік. 5 минут уақыт берейін. Жақындар Саят. Мынау кімдікі? Балалар, көп сөз керек емес, нақты. Сіздер тақырып қысым. Қысым қалай әсер етеді тепе-теңдікке? Үшінші топ сіздерде температура. Қалай түсіндіресіңдер? Нақты түсіндіріңдерші, сызба нұсқа мен бе? Жазбаймыз, ұзын анықтамасын жазбаңдар. Бірінші топ бұл концентрация. Балалар, уақытқа бағынамыз, 5 минут уақыт берілді. Кітапты қоямын. Балалар, температураны Т дейсіңдер да, көтерген кезде тепе-теңдік қайда ағысады? Оңға, солға. Температураны түсірген кезде қайда ағысады? Тепе-теңдік. Соны анықтамамен жазбаңдар, стрелкамен көрсетіңізші, нақты адамдарға көрсеткенде түсінетіндей болсын.
Уақыт болды. Қай топ бірінші қорғайды? Иә, бірінші топ. Сіздерде концентрацияның әсері. Иә. Басқа топтар қоямыз. Карандаш, ручка бәрін қоямыз, тыңдаймыз. Иә. Химиялық концентрация дегеніміз Ле Шателе Браун принципіне сәйкес бастапқы заттардың біреуінің концентрациясын арттырғанда тепе-теңдік өнім түзілу жағына қарай, яғни оңға ығысады. Яғни айтқанда, концентрация қай жерде арттырып тұр, мысалы реагентте артып тұрса, өнім жаққа ығысады. Өнім жақта концентрация жоғары болса, реагент жаққа ығысады. Ал түсірген кезде қалай болады? Концентрациясын төмендетсек не болады? Ол артта түсірген кезде артта. Концентрация түсіретін болса, өзіне қарай ығысады тепе-теңдік. Арттырғанда жан жаққа шығады. Өнім жақта тұрса, реагентке деген сияқты. Түсіндік па? Концентрацияны арттырған кезде тепе-теңдік қайда ығысады екен? Реагент жақтың концентрациясын арттыратын болса, тепе-теңдік өнім жаққа ығысады екен, немесе сол жақтан оң жаққа ығысады концентрация тепе-теңдік. Ал өнім жақтың концентрациясын арттыратын болсақ, тепе-теңдік сол жаққа ығысады. Бұл концентрацияға байланысты. Сендерде дәл осылай нақты қорғаймыз, иә? Қысым өзгерісінің әсері қандай екен тепе-теңдікке? Бұл топтан кім қорғайды? Мансұр қорғайды. Қысым арттырғанда тепе-теңдік көлемі аз заттарға түзіледі. Сол жаққа қарай жүріп. Қысым көлем аз жаққа қарай ығысады, Қысым төмендетсек? Қысым төмендетсек, реакция көлемі ұлғаяды. Көлемі көп жаққа ығысады тепе-теңдік. Бұл жерде біз тепе-теңдіктің ығысу бағытын білуіміз керек. Нақты білетін затымыз бұл тепе-теңдік оңға ығыса ма, солға ығыса ма деген сұрақтарға жауап беруіміз керек. Басқа топтар, бірінші топ, үшінші топ. Тыңдадық па? Қысымды арттырсақ, тепе-теңдік қай бағытқа ығысады екен? Көлемі аз жағын. Қысымды арттыратын болсақ, бұл көлем аз бағытқа кетеді тепе-теңдік. Ал қысымды төмендетсек, көлем жоғары жаққа тепе-теңдік ығысады екен. Немесе сол оң деп сөйлеуге де болады, деп түсіндіруге де. Келесі, отыра ғой Мансұр. Үшінші топ. Бұл жерде сіздерге температураны түсіндіреміз. Көрсете осы, әдемі сурет салған екен. Қорғаймыз. Сөйле. Температура өзгерісінің әсері температураның тепе-теңдікке әсерін көміртек оксидті мысалы арқылы әсері арқылы көрсетейік. Нақты айтшы. Мысалы, температура жоғарыласа, тепе-теңдік солға қарай жүреді. Ал төмендесе, тепе-теңдік оңға қарай жүреді. Қазір тепе-теңдік жоғарыласа, температура жоғарыласа, тепе-теңдік қайда ығысады? Соңға ма, оңға ма? Бір реакция теңдеуін алмадыңдар ма? Мысалы, мына жерде тепе-теңдік, мына жерде оңға ығысып тұр, мына жақта солға ығысады деген сияқты. Енді оқушылар, біз жаңа қысқаша түсіндіріп өттік, концентрацияның әсері, қысымның, температураның әсері деген сияқты. Енді мен сіздердің анықтамаларына кішкене толықтыру енгізіп өтейін. Біз жаңа айтып жатыр қой, Ле Шателе Брауни принципі деп. Ле Шателе Брауни деген ғалым, ол қандай еңбек атқарған екен тепе-теңдікке байланысты. Химиялық тепе-теңдік күйіне келіп тұрған жүйе жағдайының, яғни концентрация, температура, қысым, яғни осы үшеуінің біреуін өзгеретін болса, ол тепе-теңдікті сол өзгертуге қарсы әрекет туғызатын реакция бағытына қарай ығыстырады дейді. Яғни сол өзгертуді, тепе-теңдікті сол өзгертуге қарсы бағытқа ығыстырады дейді. Ле Шателе Брауни принципін әртүрлі әсерлерге қолдануға болады. 1884 жылы француз химигі Анри Луи Ле Шателе кез келген химиялық тепе-теңдіктің ығысуының жалпы принципін анықтады.
химиялық тепе-теңдіктің ығысуына бұл үш түрлі фактор әсер етеді екен. Ол температура, концентрация және қысым. Ле Шателе Браун принципіне сәйкес бастапқы заттардың біреуінің концентрациясының арттырғанда, бастапқы заттар деп отқанымыз бұл не? Бастапқы зат реагенттердің. Тепе-теңдік өнім түзілу жағына ығысады дейді. Яғни реагенттің концентрациясын арттыратын болсақ, тепе-теңдік өнім жаққа ығысады дейді. Ал оң жаққа ығысады. Өйткені реагенттердің біреуінің концентрациясының өсуі тура реакцияның жылдамдығын арттырады. Мысалы, мына жерде азот және оттек қосылып, бұл жерде азот оксид түзіліп тұр. Бұл жерде азоттың концентрациясын көтеретін болсақ, яғни реагент жақта тұр ғой азот. Сонда тепе-теңдік оңға қарай ығысады, яғни НО бағытына қарай ығысады екен. Сурет қысқа түрінде бейнелеңдедім ғой. Мен мынандай суреттермен бейнелеуге болатын еді. Нақты, ешқандай анықтама жазбай. Мысалы, мына жерде Т. Ненің белгісі бұл? Температураның белгісі, үлкен Т. Яғни температураны көтерген кезде тепе-теңдік минус Q деп тұрғанымыз не бұл? Нені білдіреді? Қандай реакция? Жылуға байланысты ғой, жылу сіңіріп тұрма, жылу бөліп тұрма бұл? Минус Q болса, жылу сіңіріп тұр. Яғни температураны жоғарылататын болсақ, эндотермиялық реакция жаққа ығысады. Ал температураны түсіретін болсақ, плюс Q, яғни экзотермиялық жылу бағытына ығысады. Бұл жаңа үшінші топтың қорғайтын тақырыбы. Бұл екінші қысым. Қысым бұл газдарға байланысты жүреді. Қатты заттар, сұйық заттарды біз алмаймыз. Бұл жерде мән береміз тек қана газдарға. Газдар көлеміне қарай. Қысымды арттыратын болсақ, қай бағыттың, яғни өнім жақта, немесе реагент жақта қысым аз, сол бағыт қарай тепе-теңдік ығысады. Ал қысымды төмендететін болсақ, қай бағытында жаңағыдай көлем көп, тепе-теңдік сол бағытқа ығысады. Келесі үшінші бұл концентрация. Концентрация жаңа түсіндіріп өттім ғой. Концентрацияны көтеретін болсақ, мысалы реагенттің концентрациясын көтерсек, тепе-теңдік өнім жаққа ығысады. Ал концентрациясын түсіретін болсақ, мысалы реагенттің концентрациясын түсіретін болсақ, тепе-теңдік өзіне қайтып, стрелка өзіне қарайды. Қазір дәптерімізді ашамыз, мына суреттерді, яғни осы формула бойынша жазып ала қойыңдар дәптерге. Тездетеміз балалар. Балалар, уақыт аяқталды. Бірінші тапсырма. Так, температура. Үшінші топ. Температура қалай өзгеріс? Тепе-теңдік қай бағытқа ығысады? Жауап береміз. Бірінші тапсырманың жауабы қандай сендерде? Асимай оқи ғой. Оңға, солға, не үшін? Оңға. Яғни аммиак түзілу процесі ғой бұл жерде. N2 қосылған H2 тең NH3. Осы жерде. Оңға ығысады. Себебі Өнім. жеке жұмыс, жеке орындаймыз. Қазір мен тақтаға дұрыс жауабын шығарамын. Сол бойынша дескриптірге қарап ұпайларымызды алатын боламыз. Жаңа параққа белгілеу ғой. Қазір мен жинап аламын. Дұрыс жауап шығарам, сол кезде неше дұрыс жауап шықты, сол бойынша қараймыз.
Иә, бірнеше жауап дұрыс бар. Оқушылар, мына жерде мен 2 бос стакан алып тұрмын. Және мынау не? Ас содасы және сірке суы, уксусная кислота деп үйде білеміз, уксусты көрушілікке пайдаланамыз. Және ыссы су керек. Осы 3 зат қатысында температураның реакция жылдамдығына әсерін бақылайтын боламыз. Бірінші, орындап болсақ, ручкаларымызды, яғни қаламды қоямыз, тақтаға қараймыз. Тепе-теңдік солға ағысу керек дейді. Сол дегеніміз бұл реагенттер жаққа ағысу керек, е? Сонда бұл сутек қай бағытта орналасу керек? Солға ағысу үшін арттыру керек дейді. Сонда ол өзі оң жақта тұру керек. Бізде оң жағында тұрған қандай вариант бар? Қай варианттарда сутегі оң жақта тұр? Д вариантында тұр. Және F және H. Не, 3 жауап тұр. D, F, H. 3 жауап тұр. Кімде осы жауаптар белгіленген? Әбілмансұрда. Нешеуі дұрыс? Иә, Нұраста. Нешеуі дұрыс? Осы 3 жауап белгіленген. 3-еуі дұрыс. Нешеу? 2 дұрыс жауап. Жақсы. Топ басшысы. Осы тапсырма бойынша ұпайларын қоя қойын бағалау бичесіне. 1 стаканда бөлме температурасындағы су, екіншісінде қайнаған су. Екеуіне де сірке суын қосамыз. Және екеуіне де ас содасын қосамыз. Қайнаған су. Көпіршіктері қанша уақытта басылғанына мұқият қараймыз. Бөлме температурасында көпіршік әлі бөлініп жатыр мына жерде. Екеуінде де әлі процесс жүріп жатыр негізі. Жақында қарасыңдар болады, көпіршікпен. Көрініп жатыр ма? Енді осы реакцияны қорытындылап не айтуға болады балалар? Бөлме температурасына қарағандағы Тұрып айта ғой. Айта бер. Бөлме температурасына қарағанда қайнаған суды өте шабытты жүрді, және де газ көп бөлінді. Себебі температура реакцияға әсер етеді. Жылдамдығына, реакция жылдамдығына әсер етіп тұр. Жақсы. Тұра ойындар. Ал осымен балалар, бүгінгі химиялық реакцияның тепе-теңдігі тақырыбы түсінікті ма сіздерге? Қысым, температура және не? Үшіншісі концентрация қалай әсер ететіні. Енді бұл процестер өндірісте, үлкен өндірістерде жүретін процестер. Жаңағы бір мысал келтірдік қой, ол қандай процесс екен? Не алу барысында ең көп кездеседі бұл? Аммиак алу процесінде. Қазір бағалау бичесіне топ басшысы, топ мүшелерінің бағаларын қойып, түсі таңдайсыңдар: жасыл, сары, қызыл. Егер жасыл түс таңдайым десеңіздер, бұл жерде сабақ керемет өтті, мен барлығын түсіндім деген сөз. Сарыны таңдайтын болсаңдар, менде әлі түсінбеген сұрақтар бар. Немесе қызыл түс таңдайтын болсаңдар, бұл жерде әлі де түсінбеген заттарым көп деген мағынаны білдіреді. Ажар, қай түс таңдаймыз? Жасыл. Барлығы түсінікті болды, Саят? Жасыл. Саятқа барлығы түсінікті болыпты. Алихан? Жасыл. Қызыл түс таңдайтындар бар ма? Сары түс. Ерболат? Ерболатта сұрақтар бар, мысалы, Ерболат, қай түс таңдайсың? Қызыл ма, сары ма? Сары түс. Кейбір сұрақтарға түсінбеген жерлері бар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Тақырыпты үйден қайталап оқып келеміз. Топ басшылары маған бағалау бетшелерін тапсыра қойыңдар. Өздерің орта балын шығара қойыңдар. Мен өзім сендердің әділдіктеріңе сенем.
топ мүшелерін қалай жұмыс жасап отыр, көріп отырсыңдар қастарыңда. Дескриптор бар алдарында, иә? Толық жауап берілсе, толық ұпай. Міне апай жалпы бала. 5-6 ұпай алған ол 3 деген баға, 7-8 ұпай алған ортақ балмен 4 деген баға, 9-10 ортақ балы 9-10 болған оқушылардың бағасы 5 деген сөз. Жақсы балалар, сау болыңыздар. Бұл стикерлер сендерге қалай ерсін. Мына жерде стикер алған оқушылар бар ғой, бонус алынған. Ол балдарды да қазір есептеймін.